Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін брауни тәттісін дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар сұйық май, жұмыртқа, какао, шекер, шоколад және ұн. Алдымен шоколадымызды сұйық майымызды құйып, су буында ерітіп аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа, шекер, тұзымызды салып, ағарғанша араластырамыз. Жаңағы шоколадымыз дайын, енді осында құямыз. Содан соң какаомызды саламыз. Оны саламыз. Бұл жерге қопсытқыш қажеті жоқ, себебі брауни қопсытқышсыз жасалатын тәтті. Енді 17 сантиметрлік формаға саламыз. Егер сіздерде дөңгелек форма болса, 20 сантиметр қылсаңыздар болады. Арасына осылай шие тастаймыз, сосын тағы да бетіне бір қабат салмамызды саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Әркімде пешкі әртүрлі, ортасы піспей қалмау керек. Міне біздің брауниміз дайын. Енді бетіне 50 грамм шоколад пен 50 грамм сұйық майды араластырып, жаңағыдай ертіп алып, осылай жағып шығамыз. Брауниміз дайын. Қопсытқыш қоспағандықтан қатты іспейді, бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы кеңестермен, түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Жансая ас болсын.